Еттің орнына жұмыртқа салып бешбармақ жасаймыз. Ол үшін қалағанша жұмыртқаны алып суға пісіріп аласыздар. Одан кейін тастай қылып қамырын илейсіздер, кәдімгі бешбармақтың қамырын илейсіздер. Қазанға отты жағып, сұйық майды құйып, қыздырып, пиязды салып, үстіне томатын салып, шала қуырасыздар, тұздық сияқты қылып, бешбармақтың бетіне тұздық саласыздар ғой, сол сияқты шала қуырасыздар да жеке ыдысқа алып аласыздар. Қазанды жумайсыздар, сол майдың үстіне су құясыздар да, судың үстіне картошканы салып, картошканы қайнатып пісіріп аласыздар. Картошка піскеннен кейін қамырын жаясыздар. Бағанағы тастай қылып илеген қамырларыңызды қолдарыңыздың оты шыққанша жұп-жұқа әп-әдемі қылып жаясыздар да, кесіп, дайындап, оны қайнап тұрған картошкадан қалған сорпаға салып пісіріп аласыздар да, ол қамыр пісем дегенше бағанағы дайын болған жұмыртқаларыңызды сыртын тазалап дайындап қоясыздар. Жұмыртқаларыңызды дайындап болғаннан кейін кесесіздер, ортасынан бөлесіз ба, 5-ке, 4-ке, 10-ға өзіңіз білесіз қаншаға бөлесіз. Табаққа тұздығымызды майынан кішкене құямыз. Түсірген қамырымыз жабыспас үшін қамырды түсіріп аламыз да, жұмыртқа мен тұздықты бетіне салып жібереміз. Ал енді бізге ас болсын. Маған тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.